Саламатсыздар ма, құрметті Дәстүр студиясының тұрақты көрермендері, құрметті кентаулықтар. Дәстүр студиясында кезекті сұхбатымызды бастағалы отырмыз. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Ташполатов Сұлтан Әріпжанұлы, білім және ғылым қызметкерлерінің Кентау қалалық жергілікті кәсіподақ төрағасы, педагогия ғылымының доценті, қазақ күресінен Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы. Сұлтан Әріпжанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Онда сұхбатымызды бастайық. Бірінші сұрағым сізге, бірнеше жылдар білім саласында қызмет атқардыңыз. Сол кезеңдерге тоқталып кетсеңіз. Мен негізгі жұмыс өтілімді 1980 жылы осы Кентау қаласында спорт мектебінде жаттықтырушы болып бастадым. Ал мектепке 2008 жылы қараша айында басшы болып келдім. Негізгі ол жерде атқарған жұмыстарым мектептің материалдық техникалық базаны нығайту, мұғалімдердің біліктілігіне жағдай жасау, оқушыларды жан-жақты дамуына көмек беру, дамыту оларды жан-жақты. Нақты қай мектепте қызмет атқардыңыз? Нақты Айшер Науаи атындағы номер 17-ші мектепте 17 жыл сол жерде жұмыс атқардым. Басшы қызметінде мектеп директор болып. Жақсы, рахмет. Онда осы мынау білім саласындағы кезеңді айтып отырсыз. Ұстаз ретінде жас буынды тәрбиелеу неден басталу керек деп ойлайсыз? Осыған бір ойыңызды, пікіріңізді білдірсеңіз. Негізі үлкен бір тақырып, ол көп жерде айтылады, бірақ негізгісі көп айтатын дұрыс. Ол тәрбие отбасынан басталады. Тәрбие бесіктен деп айтылады ғой. Халықтың сөзі ол ата-ананың тәрбиесі, одан кейін барып мектепке келеді. Одан кейін мектепте біз оларды тәрбиесін жалғастырамыз, көзқарасы, оның ойы, көпшілікпен араласуы, соларды тәрбиелейміз. Бірінші кезінде. Бұлайша айтқанда енді мектеп басшы есебінде қызмет атқарғаныңызда өзде орынбасарларыңыз бар, тәрбие жөніндегі психологтар бар. Бірлесіп осы бағытта бір талай іс-шаралар өткізген шығарсыз енді. Ол жерде мектепте енді болғаннан кейін көп оқушыларымыз 600-ге жақын оқушы болды. Әртүрлі әлеуметтік отбасылар, оларда әртүрлі жағдайлар болды. Жағдай болғанда баласына жақсылап қарайтын ата-ана бар. Содан кейін әлеуметтік төмен болғаннан кейін, қаржы жетпегеннен кейін, олардың тек қана балдарына киім, тамақ, сол жағдаймен жүргендерді. Бірақ бәрібір де баланың таңертең біз балдар келген кезде өзіміз қарап, бәрін күтіп аламыз. Ол кезде тәрбие заучы болады, психолог болады, тәлімгер болады. Солармен біргелікте жұмыс істейміз. Бала өз біліп тұрады ғой. Мектепке келген кезде көңіл күйі жақсы болып келсе, ол үйде бір жақсы нәрсе болып жатыр. Тұрақты көңіл күйі оның. Одан кейін мектепке келгісі келмей, амал жоқтан келетін балалар болады, көңіл күйі төмен. Соларды өзіміз зерттеуге аламыз. Олардың психологтардың өздері зерттеп отырады. Қай жерде не болып жатыр, олардың отбасында не болып жатыр. Ол мысалы өзінде, болмаса ортасында балдармен не болып жатыр. Бәрін зерттеп, қарап отырып, солармен жұмыс жасаймыз. Бағыт-бағдар беріп отырамыз. Ата-ананы шақырамыз, ата-анамен жұмыс істейміз. Жалпы сондай жұмыстар мектепте. Өте орынды. Мынау ата-анаға тоқталып қалдыңыз. Қазір мынау білім туралы заңға көптеген өзгерістер енгізілді ғой, өзіңіз білесіз. Енгізілуде де заңдарға. Сол бағытта жалпы оқушыларға білім және тәрбие беруде мектеп пен ата-ананың рөліне тоқталып кетсеңіз, ара жігін айтып осыны. Өте дұрыс айтасыз. Қазір көп білім заңына өзгерістер еніп жатыр. Сол өзгерістердің бірі, бұрындары мысалы айтып өтетін болсақ, бәрінен кейін мектепке сырып қойған. Қоғам оған ешқандай айта беретіндей бір көңіл, қиын заман болғандықтан көңіл бөле алмады деп айтсақ та болады. Қазір Құдайға шүкір жағдайымыз жақсы, түзелді бұрынғы қарағанда. Бәрібір де айналып келгенде ата-ана бірінші
Одан кейін барып мектеп, жаңағы институт, университет болар. Ата-ананың рөлі өте маңызды. Анау біздегі орта буыннан одан кейін жоғары шыққан кезде бұл жерде үлкен бір жұмыстар атқарылу керек. Бізде қалай? Біздің менталитет бірден төртке шейін бастауыш сыныпта ата-аналар өте жақсы қарайды балдарына. Киіміне, тазалығына, сабақ оқыды ма, оқымады ма, күнделіктер тексереді, бәрін қарап отырады. Осы 6-шы, 7-ші сынып, 8-ші сынып өткеннен кейін оны қарауды онша не қылмайды, өзі біледі, өзі оқиды деп ойлайды. Жоқ, ол ондай емес. Баланы үнемі қадағалап отыру керек, көңіл күйіне қарап отыру керек, оны сұрау керек әр күні. Қандай сабақ өттіңдер? Ол сабақта қай жеріне қиналдың? Не саған жақсы болды? Бүгін күн бір жақсылығыңды айт. Не үйреніп келдің? Қандай бір қиындықтар туды? Баламен үнемі әңгімелесіп отыру керек. Сол кезде бала дамиды, өзінің несін айта біледі, бір қиыншылығын. Одан кейін бұл жерде мектеппен, ата-ана дедіңіз ғой, мектеппен ата-ана болғаннан кейін мектептінде жұмысы үлкен. Жаңағы бізде жұмыс істейтін психологтарымыз, олар үнемі соларды бақылап қарап отыру керек. Содан кейін сынып жетекші бізге айтып отыру керек. Одан кейін біз ата-ананы шақырып, ата-анамен сөйлесеміз. Психологтардың өздерінде ешкімге айтпай сөйлесетін, ата-анамен шақырып сөйлесетін, біз кейін кезінде олармен ашық сөйлесетін, кейін біз мектеп басшылары бұл жерде. Ата-ана жақсы болатын болса, ата-ана, мектеп біргелікте тығыз жұмыс істейтін болса, үлкен бір нәтижеге жетуге болады. Балдарды отансүйгіштікке тәрбиелеп, ол ұзаққа баруға, көп бір жақсылықтарды игеруге болады. Өте орынды. Енді ата-ананың рөлі үлкен деп отырсыз. Қазіргі заңға да енгізілді ғой. Өзіңіз айтып кеткендей, баяғы кездерде тек барлығы ұстаз жауапты дейтін еді. Бала сыртта жүрсе де, қаяқта жүрсе де. Қазір мына заңға сәйкес ұстаз тек қана мектеп қабырғасында ғана жауап береді. Қазір соңғы заңға сәйкес енді ол да дұрыс шығар. Ол да дұрыс деп есептеймін. Себебі мектепке келген балаға мектептің ауласына бір қадам қойды ма, оның жауаптың бәрі бізде болады. Біз сол баланың сабағын оқып, жақсы көңіл күйде үйіне қайтқанша біз өзіміз соған қарап тұруымыз керек. Ата-анаға хабарласып, кейбір кезде мынау бізде күзгі айларда сәл қиыншылық туады. Себебі күн ерте қараяды, қараңғы түседі. Сол кезде сәл қиындау. Сол себептен біз ата-аналарға ыңғай да айтып отырамыз, ертерек келіп балдарыңызды алып кетсеңіздер деп. Бұрындар енді ондай жағдай жоқ еді, қалада тыныш, заманымызда тыныштау болды. Балдар өзіміз оқыған кезде өзіміз келетін. Қазір енді басқа заман болғаннан кейін ең керектісі баланың денсаулығы, ол психологиялық ахуалы, ештеңеден қорықпай, өз мектебінің жақсы сезіну, үйінде де жақсы сезінсе, ол кезде жақсы оқиды. Біздің берген тәлім-тәрбиемізді ол қайтара алады. Орынды, жақсы. Енді бір басқа бағытқа көшсем деп отырмын сұрағым. Енді өзіңіздің жеке өміріңізде сіз жас кезіңізден спортпен шұғылдандыңыз. Және сол спортпен шұғылданудың барысында спорт саласында да қызмет атқардыңыз. Осы төңірекке ары қарай жалғастырсаңыз әңгімеңізді. Негізі мен өзі 7-ші сыныптан бастап спорт мектебінде Оңалбеков Жарылқасын Керімбекұлы деген кісіде ұстазымызда жаттырушымыз болды біздің. Өте бір керемет адам. Қазір ол кісі Шымкентте педагог ғылымның докторы, Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы, профессор. Енді сол кісінен үлкен тәрбие алдық, көп нәрсе алдық. Соның арқасында енді мен ойлаймын, негізгі тәрбиені сол кісіден алдық қой деймін. Бізде бір жақсы жері, сол кезде біз оқып жүрген кезде жақсы бір күрессең, облыста чемпион болсаң да, күнделігіңді алып кел деп, апта сайын күнделік тексеріп тұратын еді. Күнделікте нашар баға болатын болса, маған ондай оқушы керегі жоқ деп лақтырып жіберетін еді. Күнделікте керегі жоқ маған ондай оқушы, сен жақсы оқуың керек деп. Адами қасиетке көп көңіл бөлетін еді ол кісі. Спорт арқылы тәрбиеледі ғой сізді. Спорт арқылы тәрбиеледі. Қазірде мен жастарға айтатыным, спорт ол үлкен көп нәрсе береді. Себебі спортта әр күні сыналасың. Басқа жерде, басқа салада, оқуда әр күні
сынақтан өтпейсің. Ол әр күні мынау жаттығу 2 сағат болатын болса, сол басынан аяғына шейін. Себеп жүгіру болсын, арасындағы әртүрлі әдіс тәсілдер істеу болсын, тек қана жарысып отырасың. Соны алға болуға, содан кейін өзінің уақытты үнемдеуге, сол мақсатыңа жетуге көп жұмыстар істейсің. Өзіңді өзің түсіне бастайсың. Бұл жерде спорттың пайдасы өте көп, керемет деп айтам. Спортқа қатысуға бәрінде шақырам. Денсаулығы бар, бәрі қатысып көрсін. Ол мен тек қана күрес демеймін, болмаса футбол демеймін. Әркім өз ұнаған спортына барып, өзінің жаңағы жағдайы, өзінің футболмен қызықса, футбол ойнаған дұрыс. Өзінің қызығуына, неге қызығады, соны қатысқан дұрыс деп ойлаймын. Уақытты зая кетірмеу керек. Босқа телефон шұлағаннан ешқандай пайда жоқ. Ол зиян болмаса пайдасын әлі көріп отқан жоқпыз. Өте орынды айттыңыз, спорт адамды тәрбиелейді, әрі денсаулығы түзеледі, және өзі мықым болып сондай не қылады. Жақсы, мына өзіңіз енді сол спорт саласының арқасында да өзіңіз біраз дәрежеге жеттіңіз ғой. Кейін шәкіртте тәрбиелеген шығарсыз біраз өзіңізді. Осы мен спорт мектебінде жұмыс істедім. Экскаватор заводтың жетекшісі болатын еді, балалар спорт мектебі. Сол жерде жұмыс істедік. Біраз оқушыларды тәрбиеледік. Одан кейін университетте жұмыс істедім. Университетте енді үлкен ересек адамдар болғаннан кейін үлкен бір нәтижелер көрсетті. Осы біздің қаланы білім бөлімінің басшысы Әуелбеков Әділде сол күреске қатысқан. Бізде Азия чемпионатында жүлдегер атанған. Мынау бізде Темірланда әр жылы өтетін Қажымұқан атамыздың жүлдесіне турниріміз бар. Сол турнирде өзі 74 салмақта болып, 112 кило қарсыласын Әділ жеңген. Бірінші орын алып. Машина отқан сол кезде. Енді шәкіртіңіз ғой мысалы. Шәкіртім, біраз басқа шәкірттерім де бар. Басқа облыстарда, енді өмірмен әрқайсы әр жерде, Шымкентте, Алматыда, Астанада, Өскеменде дегеннен кейін. Жақсы. Рахмет, өте спорт саласында көп игі істер атқарылған екен. Енді Сұлтеке, қазіргі уақытта сіз енді мынау білім қызметкерлері кәсіподағында қызмет атқарып жатсыз ғой. Енді жалпы кәсіподақтың мынау ұстаздардың құқығын қорғау, әлеуметтік қолдау барысында рөлі қандай деп ойлайсыз? Үлкен рөл атқарады. Оны біз толыққанды жеткізе білуіміз керек. Қазір жеткізіп жатырық деп өзім ойлаймын. Негізгі құқықтық мәселе заңға байланысты көп нәрсе. Бәрі де заңмен болу керек. Одан кейін заңмен қорғайтын болсақ, алдын ала біз оларға әртүрлі жаңадан шыққан заңдарды түсіндіреміз, түсіндіру жұмыстар жібереміз. Содан кейін жаңа чатқа да жіберіп отырамыз. Одан кейін сол жақсы жұмыс атқарып жатқандарды қолымыздан келгенше еңбектерін бағалаймыз, марапаттаймыз. Негізі айтатын болсақ, қазір көбісі онша ол кәсіподақ не керегі бар деген әңгімелер болды. Бірақ қандай бір енді өзімізге келеңсіз десек те, өзімізге ұнамайтын бір жағдай деп айтатын болсақ, әр ұжымда болады ол, бірақ түсіндіру жұмыстар жүргізу керек. Енді қазір кімде-кім сотқа бір жүгінетін болатын болса, мектептегі болмаса басқа ұжымдағы келісім комиссиясының жаңа шешімін сұрайды. Сол себептен ол келісім комиссиясы болу керек. Мектептің ішінде әдеп комиссиясы болу керек. Мектептің ішінде, мысалы, мектепте айтатын болсақ, өздері тәрбиелеп отыру керек ол жерде. Ол сыртқа шығармау керек. Енді біз өзіміз солармен жұмыс істеп жатыр, оны ешкімге де айтпаймыз да, айтудың да қажеті жоқ. Қолымыздан келгенше бітімгершілікке келдіріп, бір-бірін әйтеуір түсіндіріп, заңды да түсіндіріп, адами қасиетпен түсіндіріп, сондай бір жақсы жағдайда. Қазірше Кентау қаласы ұстаздары, жаңа бізде кәсіподақтың жаңа мүшелері ешқандай не шыққан жоқ. Қандай бір жағдай болатын болса, алдын алып отырық. Негізі жақсы деп ойлаймын. Сондай болу да керек шығар енді, ол бәрібір де
бірлік болған жерде тірлік болады, бірлік болмай ештеңе де жоқ. Өте орынды. Кемшілік болады бәр жерде де, бірақ соны түсініп, кешіре білу, бір-бірінің қолынан келгенше жақсылық істеу, ол негізгі мәселелердің біреуі ғой енді. Өте орынды, кәсіподақ рөліне тоқталып кеттіңіз, келеңсіз оқиға болып тұрады ғой, енді әр жерде түсінбеушілік болады, түсінбеушілік. Сол үшін екі жақты түсіндіріп, мәмілеге келтіру кәсіподақтың біздің жұмыс енді. Рахмет. Енді бір үлкен мәселе қазір сұрақ қойғым келіп отыр. Мына қоғамда бүгінгі кезде басқа мәселелермен қатар дін мәселесі қатты талқылануда. Өзіңіз білесіз, енді барлығына топырақ шашқан емес, үлкен кейбір жас буындар түсінбеуден басқа ағымдарға кетіп жатқан жағдайлар бар. Бұл өз кезегінде мына отбасының ынтымағына кері әсерін тигізіп жатыр. Жалпы дін мәселесіне не айтар едіңіз өзіңіз? Өзім ойыма айтатын болсам, енді дін мәселесі өте ауқымды, өте үлкен. Бірақ өзім айтатын болсам, өзіме келіп не алатын болсақ, бұрынғы ата-бабаларымыздың дәстүрлі, сол дінді ұстануымыз керек. Содан кейін ата-аналарға тағы да бір айтатын, бала қайда жүр, кіммен араласып жатыр, ортасы қандай, олар не оқып жатыр, соны түсіну керек. Бізде көбісі, ой, балам темекі шекпейді, арақ ішпейді, әйтеуір жүрсе болды деп. Ол менің ойымша ол дұрыс емес. Ол немен айналысып жатыр? Қандай дінді оқып жатыр? Мысалы, біраз қазір соңғы кездерде ата-анасын сыйламайтын дінге барып жатыр. Ата-анасы Құран оқымасаң мен сыйламайын деген. Ол сонда біздің құндылықтар қайда қалды? Бізде мысалы ұлттық құндылықтар ең бірінші, негізгі фундамент деп айтатын болсақ, ата-ананы құрметтеу, үлкенге ізет, кішіге қамқорлық, ар ұят, намыс, қонақжайлық, бірлік пен татулық, отбасында тәрбиелену керек. Бір тамақ ішетін кезде бәрі бірге отырып, бір күнде не болды, қалай болды, қандай жақсылықтар болды, біреумен бөлісіп, ақылдасып, сырласып отыру керек. Бізде қазіргі кезде сәл қиындау жағдай. 5 минутта тамақ ішіп болады дағы, бәрі өз телефонын қарайды. Тамақ ішіп телефон қарайды. Анау баланың көңілі қандай, ол нені ойлап жатыр, шаршап тұр ма, болмаса басқа бір жағдай ма, қарамаймыз, оны қарау керек. Ол әр күні жоқ дегенде балаға кемінде 10-15 минут сонымен сұхбаттасатын болса, ешқандай бір жау сырттан келмейді. Біз сөйлеспейміз, содан кейін ол жақсы екен деп ол білмейді балдар. Басқа кері ағар дінге кететін содан. Біз сөйлеспегенден, біз көңіл бөлмейміз, жұмыстан шаршап келдік дейміз. Шаршасақ та өзіміздің баламыз ғой, өзіміздің келешегіміз. Біз солар үшін өмір сүріп жатырық. Енді 5-10 минут әр күні жоқ дегенде бөліп тұруға болады. Содан кейін телефонда не жоқ дейсіз? Телефонда бәрден болады. Телефонды көріп отырып-ақ, аналар басқа діндегілер басқа жаққа алға тартып бұрап не алады. Енді сондай ғой, көңіл бөлу керек. Отбасында бірге шай ішу керек, бірге тамақ ішу керек, бірге әңгімелесу керек. Негізгі өзіміз солай өстік, солай дұрыс қой деп ойлаймын енді. Орынды, енді әңгімеңіздің несі, бұл дін несінде айтып отырғаныңыз, ата-ана мен баланың қарым-қатынасы болу керек деген сөз ғой сізде. Күнделікті байланыс болу керек, қарым-қатынас болу керек. Бала қай ортада жүр, қандай не нәрсені көріп жатыр, дұрыс нәрсе көріп жатыр ма, көрмей жатыр ма дегендей өте орынды. Өзіңіз айтқандай, мынау өзіміздің бабаларымыз, мынау таза өзіміздің ислам діні, мынау салт дәстүрмен ұштастыра отырып ұстаған ғой. Осы. Енді негізі біздің салт дәстүр толыққанды Құран кәрім бәрі кірген. Жаңағы айтып отқан ар, ұят, намыс деген ең бірінші тұратын еді. Енді мына жерде тағы да жаңағы қорытындылай келе тәрбие келетін болсақ, ол бізде мектепте әр кезде де айтып жүреміз, үштік одақ дейді. Бірінші одақ ол ата-ана, оқушы, ұстаз. Сол үшеуі біргелікте тығыз қарым-қатынаста болып, бір-бірін түсініп, бір-бірін кешіріп, жақсылап жұмыс істейтін болса, онда біз көп нәтижеге жетеміз, болашағымыз ашық болады деп ойлаймын. Дұрыс, рахмет. Енді мына құрметті көрермендер, Сұлтан Әріпжанұлы, міне өздеріңіз көріп отырсыздар, білім саласындағы өзінің атқарған кезеңдерінде, спорт саласындағы мына барлық сұрақтарға өз ой пікірін айтып кетті. Енді Сұлтеке, мынау сұхбатымызды қорытындылай келе, қала тұрғындарына өзіңіздің пікіріңіз, ойыңыз, тілегіңіз болса,
мүмкіндік бар айтып кетуге. Енді құрметті Кентау қала тұрғындары, мынау біздің қаламыз өте бір керемет қала. Басқа жаққа кетсек келгіміз келіп тұрады, сағынамыз. Сол қаланы қолдан келгенше президентіміздің бағдарламасы бар, таза Қазақстан деген. Таза ұстауға тырысайық. Қаламыз таза болса өзімізге де жақсы. Келген қонақтар да ой, мынау таза қала екен, тамаша қала екен. Қаламыз тамаша, адамдар да өте бір тамаша, басқаша адамдар. Басқа жерге барғанда ондай адамдарды көре алмаймыз да. Енді біздің менталитет, Кентау қаласының адамдар басқаша, бір өте жақсы, керемет деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мына құрметті көрермендер, осымен мына бүгінгі Сұлтан Әріпжанұлымен сұхбаттасқан сұхбатымыз соңына келіп жетті. Жерлестер, бақ қайда барамыз дейді, ынтымаққа дейді. Сол қаламызда ынтымақ, бірлік болсын. Рахмет.